Assalamualaikum достар, бұл New Sport арнасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақстандық файтер Шавкат Рахмонов және дагестандық файтер Хабиб Нурмагомедов туралы болады. Жеңіл салмақтағы бұрынғы UFC чемпионы Хабиб Нурмагомедов Instagram желісінде қазақстандық файтер Шавкат Рахмоновтың белсенділігіне назар аударды. Олардың қабілеті мен чемпионның аурасы бірдей. Қазақстандық файтер Хабиб Нурмагомедовтың мұрагері болып сайланды. Бұған дейін Номад Меккеге барып умра жасағанын хабарлап, киелі қаладан анасымен түскен суретін де жариялаған болатын. Жәннат аналарымыздың табанының астында, аналарымыз аман болсын деп жазды Шавкат. Хабиб Нурмагомедов Рахмоновтың жазбаларына жауап беріп, лайк басып қалды. Еске салайық, Шавкат Рахмонов аралас жекпе-жектен 17 жекпе-жек өткізді. Барлығында жеңіске жетіп, оны мерзімінен бұрын орындады. Хабиб Нурмагомедов ММА бойынша 29 жекпе-жек өткізіп, 29 жеңіске жеткен. Ол спорттық мансабын 2020 жылдың қазан айында жеңіл салмақта UFC әлем чемпионы ретінде аяқтады. Достар, бізде қазірше жаңалықтар осы еді. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, өз ойларыңызды комментарияда қалдырып кетіңіздер.